Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге үй жағдайында өте оңай, ешқандай да ет, фарштың қажет етпейтін гречкадан ең керемет котлет жасап көрсетемін. Ол үшін біздерге бір бокал гречка қажет болады, және де 2 бокал үстіне су құйып бұқтырып қоямыз. Міндетті түрде гречкамызды жуып аламыз. Енді бетін жауып піскенше қойып қоямыз. Міне, көріп тұрғандарыңыздай гречкамыз дайын болды, пісіп шықты. Енді толығымен суығанша қойып қоямыз. Осындай жарылып әдемі болып пісуі керек. Енді біздерге сәбіз қажет, және де пияз. Енді сәбізімізді біздер теркадан өткіземіз. Осындай жағымен өткіземіз, және де өткізіп болғаннан кейін барып біздер пиязымызды ұсақтап тураймыз. Міне, көрсетілгендей осындай сәбізді осылай теркадан өткіземіз. Енді пиязымызды да ұсақтап тураймыз. Самсаға, мантілерге тураймыз ғой, сондай қылып ұсақ етіп тураймыз, осы экранда көрсетілгендей етіп. Енді ыдысымызға көз мөлшермен сұйық май құйып, пиязымызды қызарғанша қуырамыз. Міндетті түрде араластырып тұрыңыздар. Оның үстінен сәбізімізді салып, аздап тұз саламыз, және де қара бұрыш салып, жақсылап қуырамыз. Бізге бір пияз және де бір сәбіз жетерлікті. Енді жақсылап қуырамыз, араластырып, қызыл түске енгенше енді жақсылап күйдіріп алмай, осылай араластырып қуырамыз. Міне, дайын болды, қуырып алды. Көріп тұрғандарыңыздай, енді толығымен суыған гречкамыздың үстіне 2 жұмыртқа саламыз. Міндетті түрде 2 жұмыртқа қажет болады. Енді блендермен үстін жақсылап еземіз. Блендер болмаса, вилканың көмегімен немесе кез келген өзіңіз қалаған нәрсемен езіп алсаңыздар болады. Ең бастысы екеуін жақсылап араластырып, гречкамыз езілетіндей етіп жасаңыздар. Міне, осындай болуы керек, немесе қолыңызбен да езіп араластырсаңыздар да болады. Енді оның үстінен пиязымыз бен сәбізімізді саламыз, және де осылай жақсылап араластырғаннан кейін барып, үстінен 1 чеснок салып, жақсылап тағы да араластырамыз. Мен осылай араластырғаннан кейін барып, қолымызбен жақсылап езіп осылай араластырдым. Чесногымызды да осындай терканың ұсақ жағымен осылай өткізіп алдым. Енді міне дайын болды, жақсылап тағы да араластырамыз. Бізге аздап су қажет болады, себебі қолымызды осындай батырып котлетімізді жасаймыз, және де панировочный сухарикиге қажет болады. Қолымызды батырып алдық, енді гречкамызды алып, осындай котлет формасына келтіріп алып, панировочный сухарикиге жақсылап 2 жағын бірдей етіп батырып ала береміз. Мен көбінесе түскі уақыттар жасап беремін. Отбасыма, балаларым қатты жақсы көреді. Керемет котлет. Үйіңізде фарш немесе ет болмаған жағдайда осындай пісіріп ала берсеңіздер болады. Енді міндетті түрде ыдысымызға сұйық майымызды құйып, қатты қызбаған кезде міндетті түрде салыңыздар. Қатты қызып кетпесін майымыз, себебі тез пісіп, арасы піспей қалуы мүмкін. Үстін жауып 5-6 минутқа қалдырамыз. Міндетті түрде қарап отырыңыздар, себебі асты күйіп кетуі мүмкін. Майды құйғаннан кейін астын төменгі отта қойыңыздар. Достар, менің арнама тіркеліп, қоңырауша батырмасын басып тіркеліп кетсеңіздер, сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Сондықтан қазақша контенттің дамуына атсалысып жіберсеңіздер, сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Міне, көріп тұрғандарыңыздай котлеттеріміз дайын. 2 жағын бірдей етіп осылай қызартып қуырып аламыз. Міндетті түрде пісірген кезде бетін жауып 5-6 минутқа қалдырыңыздар. Өте керемет болып шықты. Келесі видеомда кездескенше сау болыңыздар.